Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Біз бүгін дәл осылай сіздермен құрт жасайтын боламыз. Арнама жаңадан қосылған жандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Ең алдымен, дәл осындай матадан дәл осылай қалташа тігіп алатын боламыз. Бұл қалташа әр құрт жасаған сайын қажет болады, сондықтан өзімізге сақтап аламыз. Ең алдымен үйде тұрған айрандарымызды дәл осылай қалташаларға құйып алатын боламыз. Үйде айран көбейген жағдайда дәл осылай мен балаларға қолдан құрт жасап беремін. Табиғи өнім және де бұл жаңағы құрттың құрамында кальций көп болады және де балалардың ағзасына пайдалы болып келеді. Құйған айранымыздың қалташасын дәл осылай аузын бекітіп жабатын боламыз. Және де 2 күнге кебуге ілетін боламыз. Дәл осылай сары суы ағып, 2 күнде өте керемет болып, сүзбе болып кебеді. Екі күннен соң дәл осылай кепкен сүзбелерімізді ыдысымызға салып алатын боламыз. Татымына қарай тұзымызды салып, дөңгелектеп және де әртүрлі формаларда құрт жасап шығаруға болады. Арнама жаңадан қосылған жандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Қазақша контенттің өсуіне өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Әр шыққан видеомды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар, сонда келесі шыққан видеом сізге ең алғашқы болып көрінетін болады. YouTube каналымда әртүрлі видеолар бар. Және де осы видеолардың барлығын қолдауларыңызды сұраймын. Құрттарды дәл осылай әртүрлі формаларда жасап шығаруға болады. Қолдың ізін қалдырып және де дөңгелектеп өз қалауыңызша формасын жасай беруге болады. Дәл осылай құрттарымызды жасап алдық. Және де бұл құрттарды бір күнге кептіруге жібереміз. Бір күннен соң құрттарымыз дәл осылай болып шығады. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.